12 жасқа толған жасөспірімдерге көрсетуге рұқсат берілген фильм. Алдоңғар Productions ұсынады. Қайнаған су аламыз, ыстық су аламыз. Қайнаған ыстық су. Қанеки, су алыңыздар. Су аламыз. Қайнаған су. Қане бер. Қайнаған ыстық су. Берекел кәне. Мені алыңыз. Рахмет. Қайнаған су алыңыз. Су аламыз. Алыңыз. Су аламыз. Қанеки, маған әкел. Бер қарай. Мінеки. Сталинге сыйлық. Мен енді жоқпын. Тек Сабыр есімімен аталған жан ғана қалды. Бүгін таңертең адам нанғысыз бір жайт болды. Қазіргі Иерусалим көшелерінде лақ жүгіріп жүр екен. Жоғалып кеткен бейшара лақтың маңыраған аянышты дауысы азаншы мен қоңыраулардың үнін басты. Ол өзін қорасына қайта апаруын өтінген тәрізді. Бірақ оның үйі қайда екенін кім білсін? Бір 1949 жылы Қазақстанға лагерге айдалғандардың кезекті бөлігі жолда келе жатқанына 2 апта болды. Ата, мен су алып келдім. Ата! Ата! Бұл бала дұға сөздерін білмейтін. Алайда ол атасының мәскеулік тігінші Яков Познердің ақырғы демі қалғанда жаратқаннан немересін жебей көруін тілегенін анық түсінетін. Біреуін алдың, енді біреуін ал. Осы сені үйлендірсем қайтеді? Саған жақсы әйел тауып береміз. Қаласаң семізін, қаласаң арығын, өз басым семіздерді ұнатамын. Ақымақ екенсің, Қасым. Саған кез келген әйел тиеді. Мен болсам үйленер едім. Қаласаң арнайы қоныс аударылғандардан алып берейін. Ал жердегі Верка бар емес пе? Қасым, саған кез келген әйел тиеді. Мынау жарақатың болса да, әлгі еркекті күшің сарқылмаған ғой. Әй, көп сөз қойшы.
Сүреміз. Аға лейтенант Жүсіпжанов. Суларың бар ма, лейтенант? Бар, жолдас майор. Бөлім бір-бірден сапқа тұр. Өлгендерді санап біттік. Жолдас арнайы комендатураның басшысы. Кінәлімін, өлген адам жетеу. Кінәлімін. Біреуін... Көме салыңдар. Құп болады, жолдас майор. Бірінші рет емес қой. Қимылда, қимылда, бас аяғыңда. Өкс аяңға баспа, қане, жылдам. Қимылда. Мәймен көлеспе деймін, қане, шапшаң. Қимылда. Бір-бірден, тез. Бір-бірден секіріңдер, бол. Қане. Тез, бір-бірден. Қане, жылдам. Қимылдасаңшы. Қазір сендерге су таратылады. Тыңдаңдар. Қазір бәріңе су таратылады. Балғабай жолдас. Нөмірі бірінші тасымалды жөндеу тіркемесінің басшысы Фата Цело мен темір жол бақылаушысы жолдас Қасым тексеруден кейін алдыңызға келіп тұр. Жетер енді. Осыңды шап. Жолдас майор. Жақсы маман еді. Қолынан келмейтін жоқ. Мені мұқият тыңдаңдар. Жүкті рәсімдейміз. 7 дана. 20 шақырым қашықтыққа кетіп, көме салыңдар. Ұқтыңдар ма? Ұқтық. Сен не? Кімсің өзі? Кімсің? Темір жолшы жаратылай әскерисің бе? Әскери тәртіп бойынша жауап бер. Мынауың керең бе? Соқыр. Жолдас майор басынан жарақат алып еді. Құрғыр. Мәскеуде маған сендердің қазақ байшылықтарың туралы ескертіп еді. Итеріспеңдер, су бәріне де жетеді. Ентелемей тұр. Бар ары. Су алсаң бар, кәне. Бар. Жылдам, бол, тез, кәне. Қимылда. Су алғандар ары барып тұрыңдар. Рахмет. Бол не? Қане, тезірек. Мәйіттерді мұнаның үстіне тастаңдар. Жылдам. Қане. Вагондарыңа мініңдер. Бір-бірден, жылдам. Тез. Шапшаң, отырыңдар. Вагондарыңа отырыңдар. Қимылдаңдар, қане. Қайда кемелеп барасың? Жылдам дедім ғой. Бір-бірден. Шапшаң, жылдам. Бол, тез. Қимылда. Қайда кет барасың? Тоқта деймін. Қане отыр. Жылдам. Сендері өле алмай жүрсіңдер ме? Жалғыз қалды. Жетім ғой. Қасым басшыға бар. Құдай үшін өтем, құдай үшін садаған кетейін. Жоғалары. Есіктен ары тұрыңдар. Деймін. Аға лейтенант, мұналар өз жөндерін тапсын. Қане? Құп болады, жолдас майор. Бір-бірден сапқа тұр. Алғабай. Балаға тиіспе. Ей, мынау тірі сияқты.
Атыңа нәлет. Прыгаешься у меня. Дүнген неме? Күректерді ал. Кім екеніңді бір жолата ұмыт, сонда ғана аман қаласың. Күзет өлгендердің тізіміне қосқан соң, ол мәйіттермен бірге біраз жатта. Тірі екенін сездіретін, бойын билеген қорқыныш қана. Осы жазығы жоқ жандарға иман бер. Невинные души. Жанаттан жандары жай тапсын. Амин. Бисмилlah. Фата, кеттік. Поехали. Я тебе скажу, люблю. Ты скажи, ну и чё? Я тебе скажу на дну. Я сердёнца беру. А вот и мне шай да келді. Не істейміз, қазақ? Оны балалар үйіне тапсырайық. Анау-мынау ешкім көрмей тұрғанда деймін. Маған неге тесіліп қарайсың? Бұл өте қауіпті ғой, түсінесің бе? Қой, мен ешкімге айтпаймын ғой. Мені білесің ғой, Қасым. Қасым. Білем, Фата. Білем. Сұралат етіп, екі жағын қамшы етіп. Тоқтық шақшылан, бердім жігіден, соқшылан.
Қасым, Его оның жаны өмір мен өлім арасында арпалысып жатыр. между жизнью Ізінен и смертью. Ажалдан оның шайтандар қуып келеді. Смерть Ажалы жақын. на его Жақындары ажалдан құтыла алмаған. Оған шайтандардың чтобы обмануть. қарғыс тиген. жасыру үшін Жын шайтандардан жасыру үшін оған жаңадан ат қою керек. Только Жаңа ғана қара тауық жұмыртқалады. Тез барып сол жұмыртқаны келіңдер. енді мұның аты сабыр. Енді мұның аты сабыр. Сабыр. смирись и Сабыр болады. Аумин. Аумин. Солай ақ болсын. Амин. Енді ол сабыр деген есіммен қайта дүниеге келді. Демек жаратушымыз атасының ақырғы тілегін қабыл алған. Қане, қолыңды көтер. Мінекей, қазір сені ежі қарап шығады. Ешқандай жұқпалы нәрсе болмау үшін. Ой, балам-ау, басың биттеп кетіпті ғой. Қорықпа. Шалбарыңды шеше қой. Қане, шеше қой, жанымсыл. Қасым аға, көмектесіп жіберші. Верка. О, сүндеттелген бе? Мұсылман? Ей, мынауың мұсылман ғой. так он же мусульманин. То есть жид. Жойт деңіз, біз оларды солай айтаймыз. Жойт? Жойт деген кім? Еврейдің баласы. Солай екен ғой. Бәрекелді қазақ. Ай, болды, қоя сал. Мінекей, кірдің бәрі осы сумен кетсін. Көрдің бе? Қасым ата, берші маған. Мына баланы маған берші. Ну отдай. Енді көзіңді аш. Бізге қарашы. Қорықпа. Мұндағы адамдар жақсы. Мінекей. Нағыз жігіт. Настоящий джигит. Он видит, как дрожат. Қап-қара кірпіктері қандай ғажап. Мөлдіреп анда-санда жымияды. Нәп нәзік. Саусақтары патшалықта, беттерді аяусыз-ақ қырып жатыр. Пани Вера, сіз тура Мадонна сияқтысыз. Қойшы, тапқан екенсің Мадоннаны. Менің мұнда кім екенімді білесің бе? Мен Верка Сайқалмын. Ал сен жақсы адамсың. Ежик. Бас аяғы жоқ, Ежик. Как без ножек. Неге аяқ жоқ, Пани Вера? Я прагну być pani rycerzem. Waszym ryceriem. Пани Вера, мен аяғыңызды сүйіп өтуге дайынмын. Оның не, Ежик? Құдай үшін қойшы, мені де қинамашы. Жетім ғой. Жетім бала.
Ағзасы қатты әлсіреген. Оған дұрыстап тамақтану керек. Тауық, май, қаймақ дегендей. Ол неге көзін жұмып тұр? Әлде көзі көрмей ме? Мұнысы несі? Жүйкесі тозған. Сауығып кету үшін оған жан жылуы керек. Сәби көтерген менің Мадоннам. Бұл бала аман қалмайды, қазақ. Оны қалай бағасың, Қасым, а? Балалар үйіне тапсырсаң қайтеді. Сашка? Сашка? Міне бұл біздің кішкентай Сабыржан. Неме? Ах ты, щенок. Аттаңа нәлет. Нашел с кем Ойнайтын адам тапқан екен. Дүйім жұрттың назары Мәскеуде, Кремльде. Жолда Сталинге құттықтаулар мен тілектер ағылып жатыр. Дүние жүзінің қарапайым жұртшылығы халқының бостандығы мен бақуаттылығы үшін күрескен көсемдеріне мадақ айтуда. Кеңестік балалар, Сталин болса арамызда, ақиқат та бізге жақ. Сталин болса арамызда, аман жүреміз әр таңда. Сталин болса арамызда, байтақ елдің байрағы желбірейді аспанда деген сөздерді мақтанышпен айтады. Папа. Вера. Ой, бұл кім тағы, қане жібер мені. Бері кел. Сен кімсің? Кімнің баласысың? Кімдіксің? Қаңғыбассың ба? Қайдан жүрсің? Ол менікі, жиенім. Демалысқа келген еді. Өтірік. Сен туралы бәрін білем. Сен сияқтылардың туған туысқандары болмайды. Құжаттарын көрсет.
Балаға тиіспе. Балғабай. Енді кімге тиісейін? Саған ба? Солай болса несі бар? Сен Верка... Мен Веркамын. Қай заманым бері Веркамын. Білмеп пе едің? Менен мүлдем қорықпағаның ғой. Солай ма, Балғабайдан? Балғабайдан жұрттың бәрі қорқады. Ежик, бөтелке әкел. Сашкемізді жумаймыз ба? Солай ма, Балтабай? Добровский! Сонымен, поляк. Қашпақсың ба? Tak, Мына жерден tak to się қалай қашамын? panie policjancie. Конечно, так будет. Ucieknę. Қаш. 5 шақырымға кетсең, 5 жылға сотталасың. 20 шақырымға кетсең, 20 жылға сотталасың. 1000 шақырым болса да қашамын. Ubiegł. Қашамын. Атаңның басы қашасың. Желкеңнен бір ағата салам, ұқтың ба? Солдаттар, таспа қалыңдар. Алыңдар, Жоқ, таспа керегі қалыңдар. жоқ. Жоқ, керек емес. Таспа қалыңдар. Ей, балалар, бер келіңдер. Кім сатады? Таспақа қалыңдар. Таспақа. Қане? Қойшы сенде. Не істеп жатырсыз? Демеңіз оған. Сорпаңызды ішпеймін. Әш. Әй, әйтпесе жазылмайсың. Жоқ. Өлесің ғой. Мәссаған қара. Не істеп жатырсың? Мынаны қара. Глеб, не тапқанымды қарашы. О, бүтін бекен. Көрсетші. Берші бір талын. О, сәлем, Сұлтан. Көріспегелі көп болды. Жігіттерімнің не жинап әкелгенін қарашы. Сабыр. Сашка! Верка, Тұтығатын болсам, өзің алмай қоясың ғой. Сашка қайда? Сенде ме? Жаңа жүрген. Әне, Балғабайды соны сұрап келді.
жиенім деп айта салдым. Не болды? Көрдің ғой. Айтып едім ғой. Балалар үйіне тапсыра сал дедім. Ұшы қиыры жоқ бұл ен далада темір жолдан басқа бағдар беруші жоқ еді. Тек көкжиектен көкжиекке, белгісіз жерге жетелейтін жолдар ғана болатын. Қашқын үшін аспан қашанда ашық. Оның көкжиегі де жоқ. Оның қайғы мұңы шексіз. Осы бостандықтан кеудесін кернейтін қуанышта жоқ. Сол кезде ол даланың қапырығы мен жусан иісін бойына сіңіріп алды. Бұл иіс киімге жабысқан тікенек сияқты. Қазақ даласын аяқ басып көрген әр адамның жүрегіне ұялайды. Сашка! Сашка! Смешно не будет. Ей, сен, біздің жерімізде қайдан жүрсің? Мұнда біз басшымыз. Жақындамаңдар маған. Тимеңдер. Жүгірмектер! Тимеңдер балаға! Қаштық, тезірек, қаштық. Ей, жардан тайып кетпе, құлап кетпе. Абайласаң енді. Жануарларды өлтіруге болмайды. Нені? Неке енді? Болат. Жоқ, болмайды. Болат, Сашка, болат. Оларға жаның ашымай ма? Неге ашмасын? Мен оларды жақсы көрем. Олар мені жақсы көреді. Солай. Жақсы ғой. Мен сені мүлдем түсінбеймін. Сен әбден шатасып кеттің. Біздің Мәскеуде ешкімді өлтірмейді. Сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай. Асыған өзен көрілген
Эй, Сашка. Эй, Сашка. Верка апа, Сашке. Аға табылды ма? Иә, табылды. Құдайға шүкір, табылыпты. Ай, көшпенділер, ай. Қасым ата, тірісің бе? Бісміллә. Ты что, не спишь? Ұйықтамайсың ба? Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Ey Allah. Allahu Akbar. Allah. Желсіз түнде жарық ай. Ары қарай қалай ата? Ары қарай ма? Сәулесі суда дірілдеп. Желсіз түнде жарық ай. Сәулесі суда дірілдеп. Тұра тұр. Тіскәне. Мә, ұста. Қасым ата, сен Құдайдан да құдіретті шығарсың. Жоқ, балам. Құдайдан құдіретті емеспін. Менің атам да Құдайдан құдіретті болуға болмайды деген. Қанеке кел. Міндің бе? Біз поезда келе жатқанда атам Құдай туралы айтатын. Ақырын айтатын. Себебі ол туралы дауыстап қатты айтуға болмайды. Ол қаһарлы. Білесің бе, Қасым ата, мен өзім оған онша сеніңкіремеймін. Аздап қана сенем. Ал әке шешем мүлдем сенбейтін. Оларды сол үшін тұтқындады дейтін атам. Қазақстанның еңбекшілері ұлы көсем, дос және ұстаз Сталиннің туған күнін атап өтуде. Сталиннің 70 жылдығына арналған көрмеге 100-деген адам ағылып келіп жатыр. Көрме орталық кітапханада өтіп жатыр. Жолдас Сталиннің революция мен халықтың бақуаттылығы үшін жасаған ерен еңбегін сипаттайтын картиналар, суреттер мен кітаптарды қызыға тамашалауда.
Арнайы тапсырманы орындау үшін аға лейтенант Мединский келіп тұр. Кино түсіреміз бе сонда? Дәл солай. А для нас Біз үшін өнердегі ең маңыздысы кино. является Солай. Құпия нысандарға рұқсат қағаздарың бар ма? Дәл солай, жолдас майор. Бар. Ескертемін. Мұндағы жағдай майдандағыдай, шабуылға дайын тұр. Түсінікті, жолдас майор. Үлкен мемлекеттік шаруа. Суық суларың жоқ па? Бізде ауыз су жоқ. Ақшасын береміз. Ақшасы бар. Сендер орысша түсінбейсіңдер мені? О, сәлем, Асенбала. Привет, Асембала. Асенбала, тығылмақ ойнаймыз ба? Давай. Жарайт. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ей, бала! Қорықпа, саған тиіспейміз. Қорқып тұрған жоқпын. Жер айдалған адам екенсің ғой. Ондайларға тиіспейміз. Бізбен бірге жүр. Кеттік. Бас аяғыңда. Қане, бассаңшы аяғыңда, отнышы. Қане, тездет. Әбден тоңып кеттім. Көп рахмет, мен темекі тартпаймын. Тізе бүгейін, шаршап кеттім. Менің атым Глеб, туған кезімде солай жазып жіберіпті. Негізі мен паппын. Ал сенің әке-шешең қайда? Осында ма? Солтүстікте. Жуырда оларды босатады. Олар мені алып кетеді. Осында олар. Бәріміз де осындамыз. Біздің топқа қосыласың ба? Иә, қосылам. Не істеу керек? Ақша жинау керек. Маған операцияға керек. Сүйегім үнемі сына береді. Поляктың айтуынша, ағзама бірденке жетіспейді. Кальций ма, мальций ма, түсінбедім. Ақсақ темір, сөзімді білмей отыр. Поляк Алматыда Фридман деген дәрігер бар деп айтқан еді. Сүйегім дейді. Маған көп ақша керек. Отыннан тасташы, көп сөйлеме. Ақша дейсің бе? Мен тапқан сияқтымын. Иә, таптым. Су, қайнаған су. Мынаған не көрінді? Көп ақша табамыз. Балалар, тезірек болыңдар, құйыңдар. Ойлап тапқан мен, маған құйыңдар. Қане, маған. Маған да су құйшы. Болды, маған да құйсаңшы енді. Қанекей, маған да. Ей, тоқтаңдар. Су қайнады ма? Қайнады. Қане құйып ал. Байқа, киіп қалма. Құй. Балалар, пойыз келе жатыр. Бол, тез, пойыз келе жатыр. Жүгірейік. Қайнаған ыстық су. Бұлақтың суы. Алыңыздар. 3 тиынға қайнаған су алыңыздар. Ыстық және суық су бар. Суық су. Қайнаған су. Қайнаған су алыңыздар. Су алыңыздар. Бұлақтың суы. Қане ақшаңды ал. Ыстық су алыңыздар. Бер қарай. Қайнаған су. Ай, балақай, бер қарай. Суық су аламыз, суық су. Қайнаған су алыңыздар. Қанша ақша таптық екен, а? Қазір санап аламыз. Ей, Юка, не? Қане, балалар, ақшаларыңды әкеліңдер. Мә,
О, жаман емес. Мынау Сашкеге. Ойлап тапқан сол. Көп рахмет. Саған ақша керек. Өзіңе қалдыр. Өзіңе қалдыр. Сонда бұл неме вагонды тесіп өте ала ма? Тесіп өте алатында шығар бұл неме. Iya. Сашка осында ма? Менің шайнегімді қайда жоғалттың, а? Жүгірмек. Верка сайқал, Верка сайқал. Қап сені ме? Бір шықпыртып алар ме едім. Сен не дедің? Не дедің, а? Бұзақлар. Қақпағын жоғалтыпсың. Енді мен не істеймін? Сол топқа қайдан қосылып жүрсің? Олар нағыз қаңғыбастар. Әкесін көрмегендер ғой. Ал сенің есіңде болсын, олармен байланысушы болма. Тағы да солармен жүргеніңді көрсем аямай, мұқтың ба? Iya. Қасым атың қандай жақсы адам. Алтын адам. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. Другого нет у нас пути, в руках у нас все, приехали. Тоқта, келдік. Товарищ, Жолдас райком қызметкері Балғабай. Ура! опять Тағы да Веркаға барған ғой. Милиционер жарады. Веркада үнемі қасынан табылады. скорая помощь. Қойсаңшы енді. Веркаға тиіспесеңші, Верка жақсы адам. Ал мен не дедім, жаман дедім бе? Сен жұмыс істе. Ей, қазақ. Қасым. Қане? Саған не болды? Не болды? Қанекей тұр. Жүр. Ақырындап жүр. Кеттік. Жүр. Қанекей. Садись. Ты что, поляк, свой язык? Поляк тіліңді жұтып қойдың ба? Бірдеңе десеңші, жұмыс істеуіміз керек. Не болды, ежик? Халі мүшкіл ме? Мұның не екенін білмедім. Ауруханаға барып тексерілген абзал. Атқа мінуге болмайды. Темекі тартуға да болмайды. И курить. Ешқашан. Болмайды. Ну все, Болды қазақ. я сам. Енді сен өзім емдеймін. Дүнгендердің медицинасы. Әлемдегі ең үздік медицина. Қане тұр. Кеттік. Осы күннен бастап Қасым өзгерді. Ал сен өзгердің бе? Тағдырыңа мойынсынған сабар. Енді өзің мына базардан не істеп жүрсің? Өз құдайыңның жерінде сен кімсің? Жауап берші. Жаныңның бір бөлігі жер аударылғандардың бекет поселкісінде қалса қайтесің. Күллі жер беті құдайдың мекен емес пе? Глеб! Саған газет алып келдім. Ал менде темекі бар. Қолыңды тос. Ей, маған берші. Қойшай. Қанеке, қолыңды бер. Сталинге сыйлық. Ей, не істеп кеттік? Кеңес елінің бүкіл оқушылары көсеміміз жолдас Сталиннің мерейтойына арнап сыйлықтар дайындауда. Ең таңдаулы сыйлық иегері тартуын өз қолымен сыйлай алады. Қызық екен. Егер мен оған сыйлық сыйласам, менің әке-шешемді босатар ма екен, а? Мәссаған, бұл қайдан шықты? Әппағын көрдің бе? Өзі келді. Қандай сүйкімді. Әппақ екен.
Ол менікі ме? Кімдікі дейсің бе? Ей, сен кімдікісің? Қораң қайда? Жақсылыққа. Иә. Ал, ол сенікі. Рахмет, ата. Ойнай қой. Жып-жылы екен. Сүйкімді. Айнаған су алыңдар. Осы сені қайнақ су десем қалай болады? Сені ұстап алам. Қайнақ су, Мәскеудің өте әдемі екенін білсең ғой. Өңді екен. Солай ма? Жолдас майор, ол жер аударылғандардың қатарынан. Оны мұнда шақыр. Бар енді, милиция, бар. Сені бөгемеймін. Қайдансың? Отан сатқындарының әйелдеріне арналған ақмолалық лагер 58-ші бөлімше. Ал жерме? Жақсы лагер. Оны сұраған жоқпын. Өзің қай жақтансың? Оның қазір керегі не? Шешін. Бұл не? Сенің діни затың ба? Менікі. Шеш. Шешпейм. Шеш. Шешпейм. Оны өлер алдында құрбым сыйлаған еді. Шеш. Шешпейм. Шеш деймін. Шешпейм. Мұнда қандай сұмдық құрбандық дайындалып жатқаны жайлы мына кең далада тіршілік иелері де бейхабар еді. Қазақ, ары жылжа. Құдай ана, күнәһарыңды кешіре көр.
Құдайым кешіре көр, Құдайым кешіре көр, Құдайым кешіре көр. Күнәға баттым, мен күнәһармын. Құдайым кешір мені. Ей, бала, ары кет. Тегізбедің ғой. Қылый неме, мүлт кеттің ғой. Үндеріңді өшіріңдер. Менің айтарым, сұлтан ешкімнен қорықпайды. Тіпті қылмыскерлерден де, Балғабайдан да қорықпайды. Сашке, қане, өнеріңді көрсетші. Балғабайды мен де жек көрем. Верка үшін жек көремін. Балалар, қаштық. Верка! 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 Вера, Балғабай келді. Верка! Верка! Аш деймін есті! Открой дверь. Аш деймін есті! Ашқаны сайқал! Верка! Аш деймін! Трактор білем. Оңбаған. Бұл не істегенің, а? Не істедің сен? Ей, күшік! Сен не бүлдірдің? Не керек саған? Шеш формаңды. Кет ара! Шеш! Сними форму. Жекпе-жекке шық. Шеш формаңды. Жекпе-жекке шық. Кет ара! Не керек саған? Жекпе-жекке шық. Иттің баласы. На один, если ты мужчина. Иттің баласы. Қане, балалар, тездетіңдер. Ұсталмай тұрғанда тездетейік. Қане, қане. Қане, тез. Тыныш тұрыңдар. Міне, мына жер. Сыйып кететін сияқты. Кішкентай болса да ауыр екен. Қане. Не қып тұрсың, бол енді. Абайласаңшы. Қане. Мәссаған. Тамақ толып жатыр.
Сашке, ұйықтап қалдың ба? Сашке, қайдасың? Ей, тоқта! Балалар, қаштық! Тоқтаңдар! Тоқта деймін! Қаштық! Тоқтаңдар! Ей, Сашке! Сашке, қаш! Қайда барасың? Тоқта! Атың тегін? Демек сенің атың ұрлықшы? Сені түрмеге қамаймын, ұқтың ба? Менің атым Сабыр. Сабыр? Сендей сабыр көрсем көзім шықсын. Лопнут мои глаза. Сабыр. Шын айтам, сенбесеңіз Қасымнан сұраңыз. Қайда Қасым? Бір көзді темір жол бақылаушысы. Темір жол бақылаушысы. Балдай, жылама. Хватит плакать. Мә, алма же. Ұста. Рахмет, алманы жеп көрем. Жек көрем. Балды, жылама, кеттік. Кәне жүр. Саған кімнің араша түсетінін көрейік. Бас аяғыңды. Кәне жүр. Сізге көп рахмет. Әй, басыңды көтер. Бері қара. Мені тыңда. Бір жаққа кететін болсаң, жөніңді айтып кет. Қайда кеткеніңді? Әй, ұқтың ба мені? Түсіндің ғой? Понял? Иә, Да. Түрің бар болсын. Эх ты. қайнақ су. Тағы да ішесің бе? Дойдың ба? Екеуміз ұқсас екенбіз. Сен жалғызсың. Мен де әке шешемнен айырылдым. Ештеңе етпес. Мен оларды қайткен күнде де тауып алам. Ақша бер. Деньги. Ақшасын бер. Құп болады. Қане? Ақшаңды ал. Қайдасың? Мұндамын жолдас майор. Тез, мұнда кел. Жолдас майор. Қасым Батырбаев, темір жолшы. Жергілікті тұрғын. Соғысқа қатысқан. Лақ. Хайуан. Шал. Малыңды сатасың ба? Бізге мал керек, а? А? Кереңсің бе? Басынан жарақат алып еді.
Мы не Тәркілемейміз ғой, ақшаға сатып аламыз. деньги. Үлкен мемлекеттік іс үшін. Жолда Сталиннің мерейтойына арналған сыйлық. Жолдас майор, ол жалғыз атты. Біздіңше айтқанда жалғыз атты. Аты, маты. Ты ж- Мұның не милиция? Слушай, Бер қараңдар. Бауыр, туыс. Бәріңде туысқансыңдар. Сендерді білемін. Ал сен туысқан. Лағыңды сатасың ба? череп. Таспақа. Жарылғыш сияқты. Бұл не қылған бала? Вы Қазақтан аумай қалыпты. Қайдан жүр? Туып алдым. Сен бе? от кого? Кімнен? Соны өзім де білсем ғой. Әне, анау Балғабайдан шығар. Мынауың мықты қатын екен, а? Ал сен дамбал бажасың. Кеттік. Тоқтаңдар! Тоқтаңдар! Тоқта. Лағымды тегін ала беріңіз. Тек жолда Сталинге менен Сабыр Познердің сыйлығы деп айтыңызшы. Кеттік. Әке шешемді босатсыншы. Асым ата, Иә, сыйлығымды жолда Сталин ұнатар мекен? Соны білгенде ғой, я? иә. Кезінде мен де сенде етім, Сашка. Алыс шақтарға баратынмын, қысқа да қарамайтынмын. Бірде далада киіз үйлер тігілген. Ой, тойлапты. Иә. Мыңдаған қонақ келді. Тәтті пәттінің түр түрі, сайыс байқаудың түр түрі. Біздің ру ең сыйлы ру болатын. Жылқа, түйе көп болды. Қыз қуу деген ойын ойнаған біз. Атқа қонып қызы қуып жету керек, сөйтіп мен бір қызы қуып жеттім. Бетінен сүйдім. Сосын тойымыз болды. 3 бала сүйдік. Сосын? Содан кейін ашаршылық болды. Ешкім аман қалмады. Сосын ше? Содан кейін соғыс басталды. Содан кейін не болды? Содан кейін сен пайда болдың. Ей Алла. Слушай, білесің бе, бер қараш. Мен жалғызбын. Сен де жалғызсың. Мұнда екеуміз де жалғызбыз. Олай болса, енді екеуміз екі жарты бір бүтін болайық. Ерлі зайыптылар сияқты. Жиіркенбейсің бе?
көрдің бе? Мұндай басқа еш жерде жоқ. Мә саған, бақал шақ. Біздің Мәскеуде тура осындай бар. Онда Гагры деп жазылған. Әке шешем оны Қара теңізден алып келген. Бұрын бұл жерде де теңіз болған ба? Мұнда бәрі болған. Кезінде бүкіл жерде теңіз болған сияқты. Міне солай балам. Балам, ұста. Анау жерге қой. Ана жерге төсе. Мына жерге. Бер отыр. Ей Алла. О Всевышний. Осы жазығы жоқ жандарға иман бер. Спасение невинным. Топырақтары торқа болсын. Пусть земля. Әумин. Аминь. Мә. Бұл жерде атам жатыр. Сенің құдайың қандай, Қасым ата? Бәрінің құдайы бір. Сенің де, менің де. Ешидің де, Бер апамның да, Батының, Глебтің де ме? Құдай бәріне бір. Ол жалғыз балам. Ол қай тілде сөйлейді? Ол барлық тілдерді біледі. Ең бастысы ниетің түзу, жүрегің таза болғаны. Міне ашер. Осы жерде, осы даланы есіңде сақта. Бір күні осында қайтып келерсің балам. Сонда сен мені бір жаққа жібергелі жатырсың ба? О, қазақтар, ары жылжыңдар. Менің сүйіншім бар. Жақшы немелер, сендерді ме?
Семизнай. Дәмді тамақ шығады. Бәріне жетеді. Бисмиллахиррахманиррахим. Сенде жазық жоқ, ал бізде азық жоқ. Әумин. Әумин. Не-не-не. Қарама. О, мәссаған. Менсіз ет жей бастадыңдар ма? О, еті жақсы екен. Қарашы. Сен қазақ енді ауырмайсың. Тұзын кейін саламыз. Сонда еті жұмсақ болады. Ей, абайла. Қақпағын неге жабасыз? Бияу жігітпен қалыңдық. Алақай! Ашы! Жас келеді аушылар-ай, әркімдір сізге құмар-ай, қайткенде көңілім құмар-ай. Ура! Алақай! Алақай! Кеттік! Менсіз бастаған жоқсыңдар ма? Анау. Мына қарбыз біздің ауданда тұратын дүнгендер мен кәрістердің атынан. Ай, бәрекелді. Рахмет. Қасым ата, батаңызды беріңіз. Благословите. Ой, айналайын, рахмет. Өркенің өссін. Ет те келді. Ал ағайын, мына үлкен астың алдында батамды берейін. Ел аман болып, жұрт тыныш болсын. У молодых Әумин. Әумин. Мынау құлақ. Міне, Құлақ кімге бұйырады екен? құлақ біздің Сашкеге. Құлағың жақсы естісін. Мынау көз. Полякқа. О, дұрыс. Веркеңе жақсы қарап жүруің үшін. Ал мынау мойын еті Веркеге. Міне, ержиді усында ұстап отыру үшін. Ал мынау досым Фатыға. Сен жақсы, Сөйлеуім үшін. көп сөйлемеуің үшін. Рахмет. Рахмет. Ал, ал енді ағайын, жас жұбайлар үшін алып қояйық. Айгу, ашы? Ашы! 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 Желсіз түнде жарығай, Маған қосылсаңшы? сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен Верка, Сыкал. Мас екен. Добровский, орнынан тұр. Тұр дедім. Тұр. Отыр. Мыналарың не? Сыкал. Верка, сен. Балалар сытайық. Верка, Қаштық, тезірек! Верка, Сыкал. Маған қара. Қолыңды көтер. Аяғыңды алшақ ұста. Үйіңе кеттік. Қасым, аға қойшы, туысың ғой. Елден ят болды ғой. Прекратите. Аға деймін, қойшы, елден ят қой. Не болды? Не болсын жама, тиіспе деймін.
Тапқан екенсің туысты, хайуан. Родственников. Туыс дейді. Животное. Мұның не Қасым? Ақылыңнан адастың ба? Анау мынау. Елдің көзінше мені масқара етті. Көрсетейін мен саған. Кеңнің аузына Перед бүкіл абыройымды айрандай төктің. за старик. Сені мен туысым деп жүрсем. Грязью меня смешал. Тұрыңдар! Бәрің вагонға мініңдер! Добровский! Жетпегір! Сен кімге сес көрсетесің? Кеңестік бекке қол көтердің бе? Мен сенің қазір. Сен кеңес адамына қол көтердің. Мынау саған жолдас Балғабайдан. Пан Добровский. Жібер оны! Кет! Жібер! Жібер! Кет былай. Қасым, жібер мені! Жібер! Жібер мені! Жібер! Бер. Ежик! Ежик! Не істеп қойдың? Милиционерді өлтірдің ғой. Берік. Не? Мен басқадам. Не? 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 Ол Ол өзі. не виноват. Сен өзің көрдің ғой. Ты же видел. Он... Аға, менің кінәм жоқ. Аға, мен иттің баласы. Ежик! Ежик! Өлмеші өтінем! Жалнам! Ежик! Мен емес, ол өзі... Ежик! Осылай боларын біліп едім. Все так закончится. Жоғал! Будь ты проклят. Көзіңді Жоғал, ашы! айуан! Собака. Айуан! Көзіңді ашы өтінем! Ежик! О, Құдайым-ау! Олай болса мені де алып кетші! Ежик! Мынау тамақтарың.
Не? Кел. Ал. Мынау Это ата-анаңның суреттері. Ал мынаның ар жағында туған туысқандарыңның мекен жайы. родственников. Бақтың ба? Понятно? Иә, Да. Мынау Это атаңның құраны. родственник твоего дедушки. Әй. Немене қорқып тұрсың? Что, боишься? Ешқашан ештеңеден қорқпа. Ешқашанда. Никогда. өзіңді сақта, Қасым ата. Береги себя, Касым ата. Болды, кеттік. Пошли. Жара. Менсіз қайтесің, ата? Менің кеткім келмейді. Болды. Жылама, балам. Жылама, жігіт емессің бе? Кеткім келмейді, ата. Ал, балам, жолың болсын. Бақытты бол. Жолың болсын, балам. Жар. Қане. Қане, мә. Мұнан дал. Мә. Жолың болсын, балам. Бағың жансын. Балам, Қасым ата, өзіңді күт. Мен қайтып келем. жолың болсын, балам. Ей, Алла. Күнәм болса кешіріп, Есть за мной какая-то иман бере гөр. Сашкемді Дай мне бақытты қыла гөр. моему счастью. Балалар, қаштық! Тоқтаңдар! Таңертеңгісін поселкеге милиция келіп, бүкіл панасыз балаларды ұстап алды. Оларды милиционерді өлтірді деген күдікпен ұстап әкетті. Балғабайға оқ атқан кім болды екен? Сұлтан, Глеб, немесе басқа біреу ме? Құдайдың өзі аманат еткен. Қазақ атай болмағанда, мен де солардың қатарында болар ма едім. Талай жылдан кейін мен 1949 жылдың 29 тамызында Семипалатинскіден 170 шақырым жерде Сталиннің мерейтойына орай КСР-да алғаш рет атом бомбасы шығарылған естідім. Байқау Иосиф Виссарионович Сталинге арналған ең таңдаулы сыйлық байқауы кең байтақ КСР жерінде жалғасып жатыр. Ал енді Әсем бала Тойбағарова
Абайдың сөзіне жазылған халық әнін орындап береді. Айтпақшы, ол Абай да біздің жерде дүниеге келген. Мына ағаш. Айналасында ештеңе жоқ. Бұталарына байланған маталарға қарап, саясында қаншама адамның болып қайтқанын білуге болады. Осында келіп, пешенеме жазғанын, тағдырдың бұйырғанына баға жетпес бақытты өміріме мойынсыну үшін келетін күнімді асыға күттім. Мына жерде талай жан тыныштық тапты. Міне, менің атам Қасым. Тәубесіне келген Вера мен поляк күйеуі Иши. Мазасыз дүнген Фата. Жатқан жерлері жайлы болсын. Мен Қасым атаны әкем деп атау үшін және әке-шешелерге арналған дұғамды бағыштау үшін оралдым. Қара жерге тапсырылған жандардың жаны жәннатта болсын. Сендерге жасағанның сәлемі болсын. Раббымыз сендерге де, бізге де рақым етсін. Жаның мәңгілікте тыныштық тапсын. Жасағанға айтылған мадақ сәлеміміз мәңгілікке жұбаныш болсын. Әумин. Бір 1930-1949 жылдар аралығында Қазақстанға 1,2 миллион астам адам жер аударылды. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2013 жыл. Жарық, сәуле